Армысыздар, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін сіздерге дюфастон дәрісі бала көтеруге көмектеседі ма? Дюфастон дәріні ішсем ертерек бала көтеремін ба деген тақырыпты бүгін талқылайын деп отырмыз. Жалпы ол дұрыс емес пікір, дұрыс емес ой. Дюфастон дәрісін оңды-соңды олай бала көтеру үшін өз ойыңызбен үйтіп ішетін дәрі емес. Оның құрамында гормон бар, прогестерон деген гормон бар. Бұл дәріні керісінше бала көтерген, сол баланың түсік қаупі бар келіншектерде ішіледі, негізі қабылдайды. Оны да жаңа өзі белгілі дәрігер өзінің нұсқауымен қай күндері қанша таблеткадан бастау керек, қанша таблеткадан ішу керек, қай күндері тоқтату керек, және бірден ол дәріні тоқтатуға болмайды, өйткені құрамында ол дәрінің гормон бар. Сондықтан жаңағы көтер алмай жүрмін, ертерек көтеруге қандай дәрілер көмектеседі деген сұрақтар маған өте көп деп келіншектер қойып жатады. Сіздерге айтатын үлкен кеңесім, ешқандай дәріге өзін-өз сіздер жүгінбеңіздер. Бірінші кезек, не үшін сіз көтере алмай жатырсыз? Соны толық зерттеңіздер. Қазір өздеріңіз білесіздер, зерттеудің өте түрлері көп. Ол үшін бірінші кезекте әрине акушер-гинекологтың кеңесіне жүгіну керексіздер. Ол үшін сіздің бүкіл денсаулығыңызды тексеру керек. Оны мысалға қан анализінен бастап, жаңағы химия-биологиялық анализдермен қоса, жаңа гормондарыңызды, сіздің деңгейіңізді тексеру керек. Содан кейін аналық безіңіз бен жатырдың, оның қосалқыларын, солардың барлығын тексере отырып қана, жаңағы дұрыс диагноз қоя отырып қана, дұрыс ем алған жағдайда ғана сіз ана бола аласыз. Ал өзіңізден өзіңіз, жаңа мына келіншек осындай туысқаным, осы дюфастонды ішкеннен тез көтеріпті, осы келіншек фемастонды ішкеннен баласын түсіріп апты деген ондай теріс, жаңа былайша айтқанда 19 ғасырда қалып кеткен емдеу тәсілдерімен айналыспаңыздар. Қазір өздеріңіз білесіздер, ішкен әр дәрінің сіздің денсаулығыңызға пайдасынан бөлек жанама әсері тағы бар, Сондықтан орны толмасы өкінішке әкелетін дәрілерге жүгінбеңіздер. Дюфастонды тек акушер-гинекологтың тағайындауымен ішулеріңізді сұраймын. Жалпы осы менің YouTube каналымда тіркеліңіздер, пайдалы мәліметтерді туысқандарыңызбен, таныстарымен бөлісіңіздер. Және де сіздер менің YouTube каналымда тағы қандай тақырыптарға жаңағы видео түсіргенімді қалайсыздар, соны комментарийға жазуларыңызды сұраймын.